Сәлем достар! Бүгін сіздермен Қарағандыдағы ең қызықты орындардың біріне саяхат жасаймыз. Балалардың темір жолы, яғни нағыз Хоксфорд экспресі. Бұл балалар пойызы Қарағандының орталық саябағында орналасқан. Балалар темір жолы вокзалы деп жазсаңыз, сіздерге шығарып береді. Және осындай указательдер бар, осы арқылы тауып алсаңыздар да болады. Осындай арендаға беретін жерлерді қарама-қарсы жолға түсіп алсаңыз, сіздерді сол жерге алып барады. Бұл темір жолдар алғаш 1957 жылы Кеңес одағы кезінде балаларды темір жол ісіне қызықтыру үшін салынған болатын. Кейіннен 2022 жылы толық жөндеуден өтіп, бұл нағыз ертегілер әлеміндегі Хоксфорд станциясы болып жөнделден өтілді. Бұл жердегі локомотив, вагондар, станция бәрі Гарри Поттер стилінде жасалынған. Балаларды да үлкендерді де нағыз сиқырлар әлеміне алып барады. Бұл пойыз Қарағанды паркінде күнделікті сағат 11-ден кешкі 6-ға дейінгі уақытта жүреді. Бағасы небәрі 200 теңге және 3 жасқа дейінгі балалар мен инвалидтерге тегін. Егер балаңыз пойызға отырғысы келіп, бірақ ұзақ жолға шығуға мүмкіндігіңіз болмаса, осы жер сізге тамаша келеді. Балалар тура бір ертегілер әлемінде тап болғандай болады. Бұл пойыздар 4,5 шақырым метрді 20 минут бойы сіздерді Қарағандының ішін аралап көрсететін болады. Қарағандыға жолыңыз түссе, міндетті түрде осы балалар темір жолына барып көріңіз. Балалармен отбасылық саяхатқа да достарыңызбен ерекше көңіл көтеруге керемет орын. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарияға Қарағандының қандай жақсы жерлерін білесіз, жаза кетіңіз.